4-5 ғасырларда Рим империясы қалай өзгерді? 3 ғасырдағы Рим империясының дағдарысы. Александр Севердің 235 жылы қаза тауып, 284 жылы Диоклетиан император болып жарияланғанға дейінгі кезең. Дағдарыс белгілері. Мемлекеттік биліктің тұрақсыздығы. 235-268 жылдар аралығында император атағына таласқан әскери қақтығыстар. Сыртқы қауіптер мен сәтсіз соғыстар, парфяндар, жаңа Парсы патшалығы. Жекелеген провинциялардың сепаратизмі. Экономикалық қиындықтар, қаржылық дағдарыс. Император Диоклетиан 284 жылы билікке келді. Төменгі әлеуметтік топтан шыққан. Билікті толықтай өз қолына алды. Империяның ыдырауын уақытша тоқтатты. Провинциялардың күшеюін тежеп отырды. Галлиядағы, Мавритания мен Египеттегі көтерілістерді басып жаныштады. Доминат жүйесін енгізді. Яғни император билігін күшейтті, өзін құдайдың өкілі ретінде көрсетті. Сенаттың рөлін азайтты. Тетрархия жүйесін енгізді. Империя 4 бөлікке бөлінді: Галлия, Италия, Иллирия және Шығыс. Жоғарғы билік жүйесі 2 Августтан 2 Цезардан тұрды. Салық жүйесін қайта қарап, инфляциямен күресу үшін бағаны реттеуге тырысты. Баға эдиктісін шығарды. Христиандыққа тыйым салды. Диоклетианның христиандықпен күресі. 303 жылы көктемде христиандарға қарсы бірнеше жарлық шығарды. Христиандықты уағыздауға тыйым салынды. Шіркеулерді қиратып, христиандық кітаптарды өртеуге бұйрық берілді. Христиандық қауымдардың мүлкі тартып алынды. Христиан дінінен бас тартып, император мен римді құдайларға құрбандық шалсын деді. Талаптар орындалмаған христиандар қуғындалды, түрмеге қамалды, тіпті өлім жазасына кесілді. Император Константин христиан дінін үстем дінге айналдырды. 313 жылы Милан эдиктісін қабылдап, христиандарға еркіндік берді. Шіркеуді салықтар мен міндеткерліктен босатты. Астананы Византияға көшірді. 330 жылы Константинополь Риммен тең астана ретінде жарияланды. Империяны Диоклетианнан кейін қайта біріктірді. 20 жылдық азаматтық соғыстан кейін империяны қалпына келтіру үшін салықтарды күрт көбейтті. Мемлекеттік аппаратты нығайтып, басқаруды орталықтандырды. Әскер құрамындағы варварлар санын арттырды. Құрылыс жұмыстарын жандандырды. Константинополь Азия мен Еуропа шекарасында, маңызды сауда жолдарының қиылысында орналасқан. Біздің заманымыздан бұрын 7 ғасырда көне гректермен салынған Византион деп аталған. Христиан және пұтқа табынушы храмдар салынды. Империяның түкпір-түкпірінен өнер туындылары жеткізілді. Константин кезіндегі христиан шіркеуі. Никей соборы 325 жылы император Константин шақырған алғашқы бүкіл әлемдік собор өтті. Оған барлық христиан әлемінің епископтары жиналды. Қабылданған шешімдер. Құдай үш бейнеде бір деген догма. Сенім символы қабылданды. Христиан сенімінің қысқаша мазмұны. Ариан ілімі мен басқа ересі идеялар айыпталды. Иудаизммен бөліну жарияланды. Пасха мейрамының күні белгіленді. 20 канон қабылданды. Империяның екіге бөлінуі. 4-5 ғасырларда Рим империясы бірнеше маңызды өзгерістерге ұшырады. Бұл кезең империяның әлсіреп, ақырында Батыс Рим империясының құлауымен аяқталды. 395 жылы Рим империясы ресми түрде Батыс және Шығыс болып екіге бөлініп кетті. Константинополь Шығыс Рим империясының астанасы болып қалды. Византия империясының күшею себептері. Варварлардың жойқын шапқыншылықтарына ұшырамады. Құнарлы жері мен қолайлы табиғи жағдайы. Ауыл шаруашылығы жоғары қарқында дамыды. Ерікті жер иеленушілер мен шаруалар қауымы басым болды. 5 ғасырдың аяғында Батыс Рим империясы бірнеше себептерге байланысты құлады. Олар саяси тұрақсыздық, экономикалық дағдарыс, герман тайпаларының шабуылы, құлдардың еңбек өнімділігінің төмендеуі, халық наразылығы және жаңа діннің таралуы. 5 ғасырларда Рим империясындағы саяси және экономикалық дағдарыс. Готтар, вандалдар, ғұндар сияқты тайпалар империя шекараларына қысым көрсетті. 410 жылы вестготтар Римді тонады.
455 жылы вандалдар Римге басып кіріп, тағы да тоналды. 476 жылы Батыс Римдік соңғы император Ромул Август тақтан түсірілді. Бұл оқиға Батыс Рим империясының құлауы деп есептеледі. Үкіметте жемқорлық күшейді, басқару әлсіреді. Қол еңбегіне тәуелділік, салықтардың ауырлауы, ауыл шаруашылығы мен сауданың әлсіреуі экономиканы құлдыратты. Жергілікті римдіктердің әскери қызметтен бас тартуы, жалдамалы әскерге сену қауіп тудырды. Олар жиі сатқындық жасап, империяға қарсы шықты.